Сәлем достар. Бүгінгі видео өте бөлек болмақ. Өйткені әлеуметтік проект ретінде дайындалған бұл видеоны YouTube-ға да жүктейін деп шештім. Әкенің отбасында алар орны айтпаса да түсінікті. Әкенің ыстық махаббаты әсіресе қыз бала үшін оның өз-өзіне сенімінің артуына, үлкен жетістікке жетуіне, дұрыс жолды таңдауына себепкер болатын шамшырақ. Өкінішке қарай айналамызда әкесіз өскен, әкенің ыстық махаббатына тоя алмай қалған қыздар бар. Бүгінгі сөз сол жайында қозғалмақ. Бұл қыздар тамағы өксікке толып, ішіндегісін сөзбен жеткізе алмай отыр. Жай ғана түсініп көруге тырысыңыз. Бұл сан жылдар бойы тарқатылмай келе жатқан іштегі шердің бір бөлігі ғана. Кішкентай кезімде мектепке бармаған жасымда әкемнен айырылдым. Әкем ауырып дүниеден өткен болатын. Ол кезде мен өте кішкентаймын, 6 жасымда. Мен әкемнен 8 жасымда айырылдым. Кішкентай болғандықтан ол кезде көп нәрсені түсіне бермейтін. Бірақ бәрібір бала жүрегі сезеді. Әкемнен 5 жасымда айырылдым. Тіпті есімдегі жоқ. Мүмкін 5-ке толмаған едім. Нақты жасым есімде емес. Менің әкем менің 17 жасымда, яғни 2015 жылы дүниеден озды. Мен ол кезде 11 сыныпта енді аяқтайын деп жүрген. Ол кезде мен 5 сыныпта оқитынмын. Әкем қайтқанда күнде сенбей келетін шығар, қайтып оралатын шығар деп терезеден қарап отыратын. Менің ішімде бір алай-дүлей сезімдер ойнайды. Жүрегіме бататыны, достарымның жаңағы әкелерінің туған күніне сыйлық алып жатқан кезде, немесе әкесін қуантуға қамданып жатқан кезде, менің тек ойша ғана армандай алатындығым көңіліме қатты тиеді. Өйтіп жатқан кезде тек қызыға қарай, ол бақыт қой. Өздерінің әкелерін, оларға көрсеткен қамқорлығы, махаббаты туралы айтып жатқан кезде бір іште бір ой болады, арман болады. Менің де әкем тірі болғанда Қызып қарайсың, әрине. Ауыр тиетін кейбір кезде жақын достарыңның өзі саған ол жара салатын, жүрегіңде жара болып тұрған тақырып екенін біліп тұрып, кейде мүмкін білместен айту, бірақ соған мән беріп қараса деп. Білесіздер, қыздар әкелеріне жақын келеді. Папама сөйттім, папам былай деп айтты, жаңағыдай білмеймін. Папасы мен қыздың арасындағы мәселелер болады. Сол кезде мен деген қарап қызыға отырам. Қандай екен, жаңағыдай папасының қызы болған қандай екен, папаны жақсы көрген, пападан қорқу, солар маған бір менен алыс, яғни оларды ешқандай сезімдердің қандай екенін де білмеймін. Әсіресе ұзатылып жатқанда қыздар папаларымен вальс билеп көңілің босайды. Ең ауыр тиетіні ол менің болашақтағы ұзату тойым. Қазірден бастап енді бой жетіп қалғасын. Құрбыларының тойына барған кезде, ұзатуына барған кезде, әкесі маңдайына сүйіп, қызын шығарып салып жатқан кезде, менің ішімде бір өксік, тамағыма өксік келіп тығылады. Мен сол рәсімнің болмағанын қалаймын. Ұзату туралы ойлайтынмын сол кезде. Негізі кішкентай кезінен бастап армандайтын, және өзім ұзатылған кезде осы момент маған қатты білінді. Бәрібір іште бір өксік болады, іште бір күйініш болады. Әкем қасымда болса ғой, әкем тірі болса ғой деген.
әкесіз қыз ретінде маған ауыр тиетін дүниелер өте көп. Мысалы үшін қарапайым күнде бір адам мені ренжітсе, білмеймін, бір нәрсеге көңілім қалса, әкем болғанда бұлай болмаушы еді деп. Қарапайым солардың өзінен тіпті сондай ой туындайтын. Келеріме қызға қарайтын әкеме, өйткені олар маған қарағанда салыстырмалы түрде әкемнің қасында көп уақыт өткізді. Менен көп әкелік махаббатты сезінді. Менен көп өздерін мазалаған бір сұрақты қоя алды. Әкеге деген махаббаттың қандай екенін, сезім қандай екенін білмеймін. Әкем болғанда әрине басқаша болар еді. Әкем болғанда әрине бәрі басқаша болар еді деп ойлаймын. Қазіргідей әлсіз болмас едім. Көңілшек болмас едім. Көп ойланбас едім. Балалық шағым болар еді. Әке махаббатын көріп өсер едім. Әкем болғанда бәрі өзгеше болады. Білмеймін. Жалғастырғым келмейді. Қалғанда жастықпен сырласып, жасымды жастыққа төкпес едім. Әкем болғанда мен сарғайып, сағынышымды әкеммен түскен суреттер арқылы, әкеммен өткізген естеліктер арқылы шығармас едім. Әкем тірі болғанда анамның қалай қиналғанын көрмес едім. Ең бастысы әкемнің әсітуге болатын еді. Әрине біздің әкеміздің жоқ болғанына ешкім кінәлі емес. Ол тағдырдың жазуы. Бірақ бәрібір адамда жүрек, сана деген дүниелер болғандықтан, саралай алатын ақыл болғандықтан, бәрібір бір түсіністік тұрса, біздің қасымызда барынша әке тақырыбын қозғамауға тырысса деп ойлаймын. Егер біз эмоцияға беріліп, көңіл күйіңізді бұзып жатсақ, эмоцияға тым беріліп кетіп жатсақ, кешірім сұраймыз. Өйткені біз үшін бұл мына жерімізде ешқашан кетпейтін жара болып тұрады да, сол себептен түсінуге тырысыңыздар деп айтқым келеді. Өмір бар жерде өлім бар. Сол себептен біз сияқты қыздар бар, және ол әлі де бола бермек. Сол себептен ол қыздардың ішіндегі жара, мұң қандай, соны түсіндіріп көруге тырыстық. Бұл роликтің мақсаты аяушылық сезімін туындату емес. Жай ғана айналамыздағы әкесіз өскен қыздарға түсіністікпен қараңыз. Өлімді тағы бір еске алып, бар адамның қадірін біліңіз дегіміз келеді.